Шынымен намаз оқымаған адам жазасы өте ауыр. Алла Құранда тозаққа түсіп кеткен адамдарға қояды ғой сұраққа. Ма салакакум фи сақар. Сендерді осы тозаққа түсірген не нәрсе деген. Айтатын нәрсесі лам накум минал мусаллин. Шіркін біз намаз оқымайтын едік қой деп айтады дейді. Намаз оқымайтын едік қой деп айтады дейді. Бұл өте бір қорқынышты аят. Өте бір адамның жүрегіне қорқыныш ұялатады. Тағы бір аятта жаңағындай бір адамдар келеді дейді. Намаздарын тастап қояды да олар сөйтіп тозақпен бірге кезігеді дейді. Намазды тастап қою тозақпен бірге кезігу деген сөз. Тіпті намазды тастап қою емес, қаза қылудың өз жазасы не емес, жеңіл емес. Алла тағала Құранда фауайлул лил мусаллин, сондай намазхандарға уайыл тозағы болсын деді. Қандай намазхандар? Аллазина хум ан салатихим сахун. Намаздарына немқұрайлы қарап соны қаза қылатын адамдарға деп Құранда осындай үгіт келіп тұрды.